Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Ресей-Украина соғысы бұл үшінші бүкіл дүниежүзілік соғысқа айналу алдында тұрған сияқты. Кешегі Америкада Трамп пен Зеленскийдің кездесуінен кейін Европа Трампқа ерегіскендей барлық көмекті қолдан келген өзіміз береміз, және кейбір мемлекеттер әскер жіберуге Украина жеріне сондай шешімдер қабылдап жатқан сияқты. Жіберу мүмкін. Екінші дүниежүзілік соғыс немістер бастаған Совет үкіметіне 3 жыл Совет үкіметімен немістер 3 жыл соғысты. 4-ші жылы ол соғыс екінші дүниежүзілік соғысқа айналған еді. Бүкіл Европа, Америка Совет үкіметіне көмектесіп, сол фашистік режимді құртуға жан жақтан лап беріп, бірігіп құртқан еді. Мына Украина мен Ресейдің соғысы да 3 жыл болды. 4-ші жылда бұлардікі де сондай бір дүниежүзілік қақтығысқа ұшырайтын түрі бар. Бірінші соғыстың жаңағы етапы бұл ақпараттық соғыс болса, екінші етабы бұл жерде соғыстың екінші етабы сол Украинаға жан жақтан басқа елдер қару жарақпен ақшамен көмектессе, тура сол Россияға да кейбір мемлекеттер өздерінің көмектерін беріп жатқаны бар. Енді бұл соғыстың үшінші етапы қару жарақ ақшамен емес, ал нақты әскер адамдармен жаңағы соғысқа араласу түрі бар. Егер осы үшінші этапқа көшетін болса, онда ол үшінші дүниежүзілік соғыс болуы мүмкін. Енді қару жарақ жөнінде айта кетейін. Қазіргі мынау қару жарақтың заманауи өзгерісіне қарағанда соғыстың тактикасы мүлдем өзгеріп кетті. Ресей әскерінің қолында бұрынғы Совет заманынан қалған қару. Ол қару автоматты түрде қосылатын қару. Ал енді мынау шет елдің Америка мен Европаның беріп жатқан қаруы Украинаға ол өте заманауи, мына электронды Wi-Fi мен жаңағы датчикпен жұмыс істейтін қарулар. Бұл қаруларды шетін біз 80-ші жылы Ауғанстан жерінде көргенбіз. 80-ші жылы жаңағы америкалық Стингер, РС птурларды көріп біз таңғалғанбыз. Керемет. Анау самолет ұшып баратқан кезде Стингерді атып жібереді, анау ракета өз самолет тауып алады аспанда. Оны көздеп қажеті жоқ. Мысалы, бір рет біздің казармаға РС деген ракета тиді. Оның ұзындығы шамамен 1 метр. Ол түн ішінде түсті. Ол ракетаны олар бір жерге апарып қойып кетеді. Таудың арасында бізге қарай жаңағы қойып кетеді. Ол өз-өзін атқаратын ракета. Оны жаңағы ішінде программасы болады, қай уақыттан кейін атылатыны. Сол уақытта 1 сағатты қойса, 1 сағаттың ішінде атылып шығады да, ол тіке ұшпайды. Ол ұшып келе жатып, өзінің траекториясын өзгерте алады. Оңға, солға, төмен қарай бұрыла алады. Сөйтіп, біздің казарманың ішіне кіріп кетті. Казарманың алдында үлкен забор бар еді. Ал казарманың есігі төмен еді. Алдында талдар тұрған. Сол забордан жоғары келіп төмен қарай түскен талдардың арасымен өткен ракета сөйтіп солға бұрылғанда есіктің ішіне кірген. Осындай сол кезде ракеталар болатын. Ракетаның жарылып кеткеннен кейін оны қай жақтың қандай ракета екенін қайдан біледі деп ойлайтын шығарсыздар. Ракетаның түбінде құйрық шағы болады. Ол жарылмайды. Ракета өзі полностью толық жарылады да құйрық шағы қалып қояды. Сол құйрық шағын іздеп тауып аламыз. Жарылыс болғаннан кейін сөйтіп алып кеп қараймыз. Қарасақ, құйрық шағының түбінде Made in США деген жазу болады. Немесе кей кезде өзіміздің миналар өзімізге келіп түседі. О да сделано в СССР деп жазылып тұрады. Сол құйрық шағы ешқашан жарылмайды, ол сол беті қалып қояды. Мина болсын, ракета болсын жарылса, құйрық шағы қалып қояды. Енді міне 40 жыл өтті, 40 жылда Америка, Европа одан да мықты, одан да керемет қару жасап жатыр. Қазіргі қарулар оның үстіне байрақтар қосылды. Түркияның шығарған, Американың шығарған жаңағы камикадзе дейді, жаңа беспилотник дейді ғой, БПЛА. Сол беспилотниктардың өздері бұрынғы заманда жоқ еді. Енді дрон деген шықты. Қазіргі соғыс нағыз дрондардың соғысы болды. Дрон, сосын беспилотник жаңағы нелер. Міне осындай соғыстың тактикасы осы қару жақ қарай тым өзгеріп кетті. Бізде Ауғанстанда миналардың соғысы болған. Өте көп мина қоятын,
өйткені ол жерде азаматтық соғыс болды, партизанский соғыс болды. Сондықтан көп жерге миналар қоятын. Ал мына Украина мен Ресей соғысы дрондар соғысы деп айтуға болады. Барлық жерде дрондар жаңағындай әртүрлі сол әрекеттер жасап жатады. Кәдімгі жай жасалған дрондар оны соғысқа қолданады деп ойланбаған. Қазір сол дрондардың барлығы соғысқа қолданып жатыр. Енді тағы бір соғыстың өте бір маңызды жолы ол ақпараттық соғыс. Ақпараттық соғыс басында Ресейдікі мықты болған. Былтырдан бастап Ресей жеңілді десе болады ақпараттық соғыста. Олар жеңілгені сонша, олар YouTube'ты өшіруге мәжбүр болды. Өйткені YouTube оларға өздеріне қарсы жұмыс жасай бастады, ақпараттық жұмыста. Осы 3 жыл соғыста мына украиндарды бір таң қалатыным өте керемет, мықты ақпараттық жұмыс жүргізді. Саяси. Керемет енді. Осы ақпараттық соғысты олар украиндар жеңді. Ақпараттық соғыста. Енді қазір әлем барлығы кешегі Трамп пен Зеленскийдің кездесуінен кейін бүкіл әлем Украин жағына шығып жатыр. Украинаны қолдап жатыр. Американың халықтары да Украинаны қолдап жатыр. Міне, сондықтан қазір біз 3-ші дүниежүзілік соғыс басталып кетуі мүмкін деген осындай бір болжамның алдында отырмыз. Сол 41-42-дегі 41-45-дегі 2-ші дүниежүзілік соғыс 4 жыл болып еді. Енді Украина мен Ресей соғысы да осы 4 жыл болып, бұл да тоқтайтын сияқты менің ойымша. Құдай қаласа соғыс тоқтасын, Украина еліне біз жеңіс тілейміз. Украина еліне азаттық тілейміз. Украина еліне тәуелсіздік тілейміз. Алға Украина халқы.